Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Күнде алмұрттарының бұзыла бастағанын жейтін әжей туралы естіп пе едіңіз? Ол келесі күнге жақсы алмұрттарын қалдырып, сол күні бұзыла бастағанын жеп отырған. Ертесіне келесі алмұрт бұзыла бастайды. Ол соны жейді. Солай күнде қайталана береді да. Алмұрттары бір күні бітеді. Аяғында әжей бірде-бір жақсы алмұрт жемеген. Шынайы оқиға. Мұңды оқиға. Сабағалары бар. Бір кезде жақсы сөз естіп едім. Кейін деген жол ешқашан деген мекенге алып келеді. Қазір шешім қабылдап бүгін өмір сүріңіз. Жақсы тағамды жақсы ыдыстан бүгін ішіңіз. Алмұрттың шарында дәмді болып тұрғанын жеңіз. Бұзылғанын күтпеңіз. Стильді көйлегіңізді киіп, әдемі аяқ киіміңізбен, елдің қызыққан көзқарастарын сезініп, үйдің жанындағы дүкенге болса да барыңыз. Сүйікті кофеңізді ішіңіз, дәм сезу рецепторларыңыз рахат алсын. Кітап оқыңыз, саяхаттаңыз. Уақытыңыз жоқтығынан пісіре алмай, кейінге ысырып келе жатқан тәтті бәлішіңізді жасаңыз. Көңіл көтергіңіз келіп тұрма, алға. Ең бастысы, кейінге қалдырмаңыз. Нәзіктік, мейірімділік, қамқорлықтан аянбаңыз. Жақындарыңызды жақсы көріңіз, құшақтаңыз, комплимент сыйлаңыз. Шын жүрегіңізбен жомарт болыңыз. Осының бәрі сізді бақытты адам жасайды. Бақытты адамның қолынан бәрі келеді. Екінші өмір сізде болмайды. Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмау үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз.